Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен өте сәнді көрінетін, әрі ешқандай миксерді қажет етпейтін айранның көмегімен жасалатын тәп-тәтті зебра пирогын бірге дайындаймыз. Пирогты жасау үшін небәрі 3 жұмыртқа ғана қажет. Жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алып, және де бөлме температурасында тұрған айранымызға 1 шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Менде дүкеннің қарапайым 2,5% ряженка айраны. Ендігі кезекте жаңағы жарып қойған 3 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше және жұмыртқамыз сәл көпіргенше араластырып аламыз. Осы кезде біздің айранымыз ас содасымен реакцияға түсіп осылай көпіреді. Айранымызды құйып, тағы бір жақсылап араластырамыз. Пирогтың жасалуы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер, және жасап жатсаңыздар маған комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз және тағы бір араластырамыз. Және де жақсы дәм беру үшін ванилин немесе ванильный сахар қоссаңыздар болады. Мен қасықтың ұшымен осылай ванилин қостым. Ендігі кезекте алдын ала өлшеп қойған ұнымызды міндетті түрде сидадан өткізіп, 2 немесе 3 бөліп салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Онды міндетті түрде електен өткізу керек, сол кезде сіздердің пирогтарыңыз 2 есе көтеріліп, әдемі болып шығады. Бұл жерде сұйық қамырыңызда ұн түйіршік болып қалып қоймауын қадағалаңыздар. Содан соң қамырымызды тура тең 2 бөлікке бөлеміз, және де 1 бөлігіне 2 ас қасық какао саламыз. Менде рахат какаосы, сіздер қалауыңызша кез келген какао түрін пайдалансаңыздар болады. Содан соң 22 немесе 24 диаметрлі формамызға пергамент қағазын төсеп дайындаймыз. Және де жаңа дайындаған қамырымыздан үлкен қасықпен 2 ас қасықтан кезекпен кезек құйып отырамыз. Осылайша біз барлық қамырымызды видеодағыдай құйып шығамыз. Барлық қамырымызды әбден құйып болған соң, тіс шұқығыштың немесе арнайы шпажканың көмегімен осындай узорлар салып шығамыз. Мінекей бізде осындай әдемі, сәнді болып узор шығады. Пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 35-40 минут ішінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыздың дайын түрі өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер, сіздерде бір жасағаннан ақ шығатынына кепілдік беремін. Зебра десе зебра, түрінің өзі көз тартады. Видеом ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.